күн құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Мінеки мен сіздерге бүгін NL компаниясының детокс өнімі жайлы толық ақпарат беретін боламын. Детокс бізге не үшін қажет? Детокс деген жалпы бұл ағзаңызды үйден шықпай, қымбат санаторияны жағаламай, үй жағдайыңызда ағзаңызды еш зиянсыз шлак токсиннен тазартуды айтамыз. Жалпы детокс бұл қайда өндірілген? Детокс программасы Россияда өндірілген, Ресей қаласында Новосибирск қаласындағы Алтайский травы және Алтайдың таза таудың бөктерінде өсетін шөптерден жасалған өнімдер. Детокстың құрамында тек қана таза табиғи шөптен жасалған өнім бар. Ол сіздің ағзаңызға ешқандай зиянсыз, сіздің ағзаңызды шлак токсиннен шығарып отырады. Жалпы токсин дегеніміз не? Токсин туралы мен сізге толыққанды түсіндіріп өтейін. Токсин дегеніміз бұл күнделікті сіз мысалы жеп жүрген тамағыңыз бар, кола жейсіз, мысалы пепси, жаңағы чикен жейсіз, или болмасам бір майлы қуырылған ащы тамақтар жеген кезде біздің ағзамызға сіңеді. Сол кезде сол сіңген, мысалы жаңа майлы қуырылған деп жатырмын ғой, сол майлы артық майларды, артық керек емес заттарды шығарып отыратын арнайы токсиндер бөлініп отырады. Сол мысалы сіз мысалы детокс деген сияқты жаңағы осындай өнімдер ішетін болсаңыздар, осы ағзадағы артық токсинді сыртқа шығарып отырады. Жалпы детоксты туралы мен сіздерге, бұл детокс жалпы таза табиғи шөптерден жасалған өнім бар құрамында. Бұл бір айға жететін курс лечения. Бұл мысалы бірінші шагында сіз ішегіңізді тазартасыз. Мысалы адамның иммунитетінің төмен болуы, ас қорытуының нашар болуы, бетіне аллергия шығуы, ішекте құрт болуы, мысалы псориаз, экзема деген сияқты беттегі қара дақтар, бөртпелер шығуының барлығы бұл біздің 90% кишечнигіміздің таза болмауында. Егер сіздің ағзаңыздың кишечник, бізде мысалы тоқышек, именно тоқышек таза болса, біздің өмір сүруіміз 100 жасқа дейін болады екен. Көп адамдардың осы 90% тоқ ішек шлаковный болған кезде адамда қандай аурулар пайда болады? Иммунитеттің төмен болуы, ағза әлсіреуі, тамаққа тәбеттің болмауы, артық салмақ болуы, және де іште ішек құрттардың нормадан көбейіп кетуі, және де түрлі аллергия, псориаз, экзема, беттегі қара дақтар пайда болуы әбден мүмкін. Сондықтан да бұл детокс не істейді? Бірінші шағында сіздің ішегіңіздегі шлак токсиндерді, керек емес артық заттарды сыртқа шығаруға көмектеседі. Ал бұл екінші шақта не істейді? Бауырды тазалайды. Бауыр жалпы білесіздер, бауыр адам ағзасында зат алмасу процесіне қатысады. Бауырдың 17 қызметі бар, білесіздер. Ол не істейді? Қандағы керек емес заттарды тазалап отырады. Мысалы гемоглобинді реттеп отырады. Керек емес улы заттарды өзіне сіңіріп, қанға таза жаңағы қанды тазартып отырады. Сондықтан бұл детокс екінші шағында біздің бауырымызды тазартады екен. Және де бұл үшінші шақта не істейді? Біздің бүйрегімізді тазартады. Кез келген қыз келіншек болсын, ер азамат болсын, кішкентай бөбе болсын, қазіргі таңда бүйрегі ауырады. Себебі оның біздің күнделікті жеп жатқан тамақтарымыздан, және де ішіп жатқан ас суымыздан болып жатыр. Кез келген адамның бүйрегінде тұз, құм болуы әбден мүмкін. Ал бұл детокс сіздің осы үшінші шақта сіздің бүйрегіңіздегі майда тұз бен құмдарды сыртқа шығуына керемет көмектеседі. Сонымен детокс программасын сіздер бір ай қолданасыздар. Сіздер бір ай бойы сіз ағзаңызды, жаңағы ішегіңізді, бауырыңызды, бүйрегіңізді тазарта отырып, сіздің ағзаңыз сізге алғыс айтып, рахмет айтатын болады. Сондықтан құрметті достар, жалпы сіз
егер сіздер мына санатқа жататын болсаңыз, иммунитетіңіз слаби болса, давленияңыз жоғары болса, даже бар ғой, сенсеңіздер, мынау давленияның үнемі бар ғой, қан қысымының жоғары болуы, бұл тоқішектің таза болмауынан. Сіздер мына тоқішекті тазартасыздар, сіздерде қан қысымы нормада болады. Артық салмақтың өзі де тоқішектің таза болмауынан болады. Осы детокс программасымен жалпы жылына 2 рет ішу керек. Көктем және күз мезгілінде ішкен дұрыс деймін. 6 ай сайын кез келген 16 жастан асқан қыз келіншек болсын, ер азамат болсын, үлкен кісі болсын, міндетті түрде ағзасын осылай шлак токсиннен тазартып отырған дұрыс. Осындай қорапшада болады. бір айға жетеді сіздерге. Бұл жерде бұл өнім халал өнім, сертификатталған, ағзаға ешқандай зияны жоқ. Күнделікті таңертең 2 капсула тамақтан кейін немесе тамақпен бірге қабылдайсыздар. Кешкісін 2 капсуланы тоже тамақпен бірге немесе тамақтан кейін қабылдап отырасыздар. Жалпы бұның қарсы көрсетілімі өтте тас болмау керек, міндетті түрде тас болмау керек, себебі детокс өттегі тасты қозғайды. Сосын жүкті келіншектерге, емізулі жас бөпесі бар аналарға қолдануға болмайды. Бөпесі 6 айдан асса қолдануға жалпы рұқсат. Сосын бұл детоксты неге біз жас балдарға және де жүкті келіншектерге болмайды деп айтамыз? Эксперимент жүргізген кезде бізде жүкті әйелдерге және де кішкентай балаға эксперимент жүргізілмейді. Сондықтан да біз оны рұқсат емес деп айтамыз. Жалпы сіздер батты негізі кез келген адам ішу міндетті. Сіз оны ауырсаңыз да, ауырмасаңыз да ішу керексіз. Бат деген жалпы, мына жерде тұр ғой, міне бат деп. Бат деген биологически активный добавка дейді. Ол деген не деген сөз? Тамаққа қосымша добавка. Яғни біз күнделікті ішіп жүрген тамағымыз бар, күнделікті жеп жүрген нанымыз бар, күнделікті жеп жүрген салаттарымыз бар деген сияқты. Соның құрамында табылмаған витаминдер ағзаға жеткіліксіз болғанда, біз міндетті түрде бат ішіп отырмыз керек. Бат деген бізге жаңағы ағзамыздың жақсы болуына көмектеседі. Және де детоксты көбінесе бет алды іше беруге болмайды. Мен көбінесе бұл клиенттерге мен айтам үнемі. Мысалы, мен клиенттерге бізде НЛ-да бұдан да көп өнімдер бар ғой. Мысалы, 400-ге жуық өнім бар. Мен клиент қасыма келгенде міндетті түрде ағзасын бірінші кезекте детокстан өтуін сұраймын. Және де одан сұраймын, сіздің ағзаңызды соңғы рет қашан тазаладыңыз? Ол кісі айтады, тазалағанын немесе тазаламаған. Және де ол кісі, мысалы, сіз мультивитамин, омега-3 деген сияқты мысалы өзіңізге керекті витаминдер ішетін болдыңыз дейік. Бірақтан сіз осы өнімдерді ішпестен бұрын міндетті түрде ағзаңызды тазартып алғаныңыз дұрыс. Сіз ағзаңызды шлак токсиннен тазартып алғаннан кейін, осы детокспен тазартып болғаннан кейін, мультивитамин болсын, омега-3 болсын, кез келген өнімді ішсеңіз, сізде результат жақсы жұмыс жасайды. Ал сіз ағзаңызды тазаламастан тек қана витамин алып іше беретін болсаңыз, сіз мына шлаковный ағзаға жаңа витамин ішкеніңізбен ол дұрыс сіңбейді. Сондықтан да құрметті достар, міндетті түрде 16 жастан асқан кез келген адамға осы детокс очищенияны ұсыныңыздар. Детокс бұл сіздің ағзаларыңызға жеңілдік сезімін сыйлап, түрлі аурулардың алдын алуға сіздерге көмектеседі. Сұрақтарыңыз болса, астына комментарияға қалдырып кетіңіздер. Тапсырыс беретін болсаңыздар, менің WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Кез келген қалаға жеткізу қызметі бар. Ресейде жасалған таза табиғи шөптерден жасалған өнім.